Қара мантының көрермендері екіге бөлінді. Бірі фу жиіркенішті, балаларым бұндай жемейді. 10 рет пісіретін манты морозильникке қойсаңыз дәмі бұзылып кетеді, дәмсіз болады десе, енді екіншілері өте пайдалы екен, қалай қамырын иледіңіз деп жатыр. Түрі көзге үйреншікті болмағанмен өте дәмді болады қыздар. Бұның құрамына шынылап сұйық май қоспаймын. Тек қойдың құйрық майы мен жылқының майлы еті. Картошка морозильникке салғанға жарамайды. Сондықтан тек асқабақ пен пиязды ғана қосамын. Морозильникте асқабақ дым да болмайды. Ал қамырына келсек, 130 грамм су, 1 жұмыртқа, тұз бен 350 грамм цельнозерновой ұн. Міне дәл осы құраммен илесеңіздер, қамырды жаю ыңғайлы болады. Мәнтілерімді түйіп, жайпақ ыдысқа астына целлофан төсеп, 1 тәулікке қоямын. Кейін бір пісіретінде 30-35 штуктан бөліп салып қоямын. Ал әдетте глютенді, ақ ұн мен сұйық майды қосып жасалған мәнтіге эксперимент жасалыпты. Сол мантыны жемегенге дейін холестерин деңгейін бір тексеріп, мантыны жегеннен кейін холестерин деңгейін тағы тексерсе, өте жоғары өсіп кеткен. Сондықтан сұйық май және глютенді ұндар ағзаға ауыр болады, сіңуі өте қиын. Ал біз қара мантыны аптасына кейде 2 рет жесек те жеңіл және пайдалы. Балалар сүйсініп жейді. Менің балам жемейді деген біздің мидағы шектеу. Апам айтушы еді, аш болсаң бірдеңкеңді жейсің деп.